Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге Каспий магазиндегі Каспий доставка жайлы, яғни товардың клиентке қалай жеткізілу жолы туралы айтатын боламын. Ең алдымен Каспий Pay приложениясына кіреміз, ондағы магазина Каспий.kz деген бөлімді таңдаймыз. Міне мұнда ең астында заказы деген бөлім тұр, соны таңдаймыз. Енді мына жерде қарасаңыздар барлығы этап бойынша көрсетіліп тұр. Самовывоз, на доставке, упаковка, передача, ожидает доставки деп. Товарымызға отслежканы осы жерден жасап отырамыз. Ал егер сіздерге заказ түсетін болса, осылай заказы, упаковка деп шығып тұрады. Соның үстін басамыз. Негізі бұл жерде барлығын мұқият оқып шығатын болсаңыздар, барлығы поэтапно көрсетіліп тұр. Мына жерде упакуйте и передайте заказ сегодня до 17:00 деп тұр. Упакуйте заказ, распечатайте и прикрепите накладные на упаковку, отвезите заказ в пункт приема деп тұр. Ең алдымен как упаковать заказ деген жердегі видеоны көріп, сол жерде қалай упаковка жасаған, сол бойынша упаковка жасайсыздар. Одан кейін осы страницаның ең астына түссеңіздер накладной тұр, соны шығарып алып товардың бетіне жабыстырасыздар. Ары қарай адреса пункт приема деген жерден өзіңізге жақын складты көріп, сол жерге товарды апарып бересіздер. Астыға түссеңіздер состав заказа деп тұр, және детали заказа деп тұр. Способ доставки деген жерде Каспий доставка деп тұр. Және дата доставки покупателю деп тұр, яғни клиентке товардың жеткізілу уақыты көрсетіліп тұр. Осы жерде соның анық датасы тұрады. Және тағы да астыға түссеңіздер клиенттің данные тұрады, яғни аты жөні және телефон номері. Егер сізде қолыңызда товар данный момент болмай қалса, бітіп қалатын болса, немесе доставкасы кешігетін болса, осы бойынша хабарласып клиентті хабардар етіп қоясыз. Өздігінізше доставканы кешіктіруге және заказ жоқ екен деп отказ қоя салуға болмайды. Клиент барлығынан хабардар болу керек, себебі бұл сіздің магазиніңіздің рейтингіне қатты әсер етеді. Енді мұнда детали доставки заказа деген жерге кіретін болсаңыздар, міне передан службе доставки, покинул Шымкент, прибыл Жетісай, передан курьеру, выдан деп әрқайсысы өз күнімен, өз уақытымен көрсетіліп тұрады. Сіз товарыңызды Каспий складына апарып бергеннен кейін арғарай Каспий доставка барлығын өз жасап отырады. Сіз тек қана барлығын осы жерден бақылап отыратын боласыз. Клиент товарды қолына алғаннан кейін ғана сізге товарыңыздың ақшасы түсетін болады. Мінекей осылай Каспий магазинге товар салу арқылы өзіңіздің бизнесіңізді жүргізуіңізге болады. Мұндағы ең басты қағида Каспий магазиніңіздегі рейтинг және отзыв өте жақсы болуы қажет. Яғни оны бұзып алмас үшін сіз адал да тұрақты түрде жақсы жұмыс істеуіңіз қажет. Ал енді баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Айтылған ақпараттар ұнаған болса, мен YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.